1979 жыл Кеңес одағы. Ел тұрғындары алдағы Олимпиада ойындарына дайындық, Байкал-Амур магистралінің құрылысы, хоккейден әлем чемпионатындағы жеңісін атап өту деген сияқты оқиғаға толы өмір сүріп жатты. Теміртаулықтар 70-ші жылдардың соңына қарай Қазақстан магниткасында ақ қаңылтыр цехын салып, жақында ашылған балалар саябағына қуанып, 3 шағын аудан мен 70-ші кварталдағы жаңадан салынған тұрғын үйлерге қоныстанып жатты. Мемлекеттік төңкерістер болып жатқан, алыстағы Ауғанстаннан келіп жатқан жаңалықтарға көбісі назар аудармады. Бұл оқиғалар 10 жыл бойына кеңес азаматтарының өміріне өзгерістер әкеліп, 80 жылдардағы жігіттердің тағдырын тәлкекке салады деп ешкім ойламады. Кеңес елінің жаңалықтарында кеңес әскерлерінің шектеулі контингентінің Ауғанстан аумағына кіруі туралы жанамалай айтылса, жауынгерлік операциялар мен қаза туралы үстірті немесе мүлдем ештеңе айтылмады. БМП-1 көлігінің механик жүргізушісі Рафаэль Абьяновтың естеліктерінен. По дороге из Караганды до Ташкента мы не раз спрашивали сопровождающего нас старшего лейтенанта, где мы будем служить. Единственное, что он ответил: служить будете там, где тепло. Из Ташкента нас доставили в Термез, учебку, марш-броски по горам, стрельба, физподготовка. Месяц в Термезе показался целой жизнью. Там и узнали, что предстоит служить в Афганистане. Ауғанстандағы кеңес әскерлерінің міндеттеріне жауынгерлік іс-әрекеттерге қатысу кірмегеніне қарамастан, 80 жылдың басында алғашқы шайқас басталды. Ауғанстандағы соғыстың ерекшеліктері бірден анықталды. Қарсыластардың әскери формасы болған жоқ. Дұшмандар ауған халқының әдеттегі күнделікті киімін киді. Ешқандай майдан шебі болған жоқ. Дұшмандар партизандық соғыс тактикасын жүргізді. Күтпеген жерден пайда болып, кенеттен соққы жасап, үсті-түссіз жоқ болып кетіп отырды. Қатардағы жауынгер Лыскин Игорьдің естеліктерінен. Мы шли на несколько километров вперед от нашего взвода. Если обнаруживали банду, передавали координаты. Принимал сведения мой земляк из Темиртау, Калугин Андрей. Ночью, недалеко от Джалалабада, на нас напала крупная душманская группировка. Среди беспорядочной стрельбы я услышал голос командира. «Лыскин, ко мне!» Скинув радиостанцию на плечи, приготовив автомат, я пополз к командиру. Духи яростно атаковали, окружив наш взвод. Скоро ударили наши батареи. «Координаты», — уточнял командир, а я передавал. В какой-то момент я услышал приказ: «Координаты, огонь на себя!» Выхода не было. О том, чтобы сложить оружие, не было и речи. Шел смертельный бой. В ушах стонало, визжало, свистело. Умирать вообще не хотелось. Вдруг взрыв рядом. Меня взметнуло вверх и бросило на камни. Боль пронзила все тело, и вмиг стало тихо. От смерти меня спасла радиостанция на спине, но осколками пробила голову, лицо и обе руки. «Главное, не говорите маме», — просил я в госпитале. Из 12 человек взвода разведки в живых осталось только 3. Юрий Назюти оторвало обе руки. Сергей Лобанов получил контузию. Осколок так и не смогли достать у него из головы. Командир и 8 однополчан погибли. Среди них был и мой земляк, Андрей Калугин. Дұшмандардың кең таралған әскери операцияларының бірі кеңестік автокөлік легіне шабуыл. Бірінші және соңғы машиналар жарылып, ортадағы көліктер құрсауда қалып отырды. Кеңес жауынгерлері жаудың тікелей отына тап болды. Тау асуларынан басқа жасыл желектерде қауіп-қатер төндірді. Майор Игорь Никифоровтың естеліктерінен. Наша часть стояла в Баграме, недалеко от Черекарской зеленки. Так называли долину, в которой разрастались настоящие джунгли, необычные для Афганистана, с садами фруктовых деревьев и виноградников. Красивые места. Но красота эта была тревожной и опасной. Именно там чаще всего скрывались душманы. Как-то наша колонна возвращалась с очередной операции. При выходе из зеленки мы попали в засаду. После длительной перестрелки, уже в безопасной зоне, проверили личный состав. Выяснилось, что не хватает 2 бойцов. Тут же, не теряя времени, кинулись к ближайшему кишлаку, взяли в окружение. Несколько часов вели переговоры со старейшинами. Потом на покрывалах вынесли нам тела ребят. Но радости не было. Мы испытали ужас.
Душманы нашим солдатам вспороли животы и набили их яблоками. Наверное, таких случаев было немало. Об этом хочется забыть, но не получается. Кеңес армиясының ойластырылмаған кемшіліктері қару-жарақта және тіпті жауынгерлердің жабдықтарынан да көрінді. Уақыт өте келе Ауғанстан аумағына енгізілген кеңестік танктер тиімдірек БМП-ға және өздігінен жүретін зениттік қондырғыларға ауыстырылды. Тікұшақтар саны қосылды, тіпті армияның формасы да ауыстырылды. КСРО-да 1980 жылдардың екінші жартысына дейін Ауғанстандағы соғыс туралы ештеңе айтылмады. Біз 79-87 жылдар аралығындағы теміртаулық газеттерді қарап шығып, Ауғанстандағы соғыс туралы бір-ақ рет айтылғанын көрдік. Оның өзінде қаза тапқан жерлестеріміз туралы, тіпті осы соғысқа кеңес әскерлерінің шектеулі контингентінің қатысқаны туралы бірде-бір сөз таппадық. Тек 1985 жылдан бастап Ауғанстаннан әскерлерді шығару және ауған мәселесін саяси жолмен шешу бағыты қабылданған кезде цензура әлсіреді. 88 жылы бұқаралық ақпарат құралдарына алғаш рет кеңес әскерлерінің ауған соғысына қатысуын ашық мойындауға рұқсат етілді және әскери шығындар жарияланды. Интернационалист жауынгер кейпі шырқала бастады. Ауған әндеріне рұқсат етілді және кеңес азаматтарының сөз қорында ауған, дұшман, жау, шурави, кеңестік, вертушка, тікұшақ, қаза тапқан жауынгерлердің денесін отанына жеткізген қара қызғалдақ, Ан-12 ұшағы мен 200-ші жүк мырыш табыттар сияқты жаңа сөздер пайда бола бастады. Осы уақытта Теміртаудан шақырылған және Ауғанстандағы кеңес әскерлерінің шектеулі контингентінің құрамына кірген 336 жауынгердің ішінен қайтыс болған 7 теміртаулықтың денесін қара қызғалдақтар жеткізді. Олар Калугин Андрей, Гуменюк Андрей, Критинин Герман, Гулямов Владимир, Касич Сергей, Варганов Виталий, Литвинов Алексей. Тағы бір жерлесіміз Вячеслав Лабуркин Эфиопияда өзінің интернационалдық борышын өтеу кезінде қайтыс болды. Туған қаласына Гризнов Виктор ғана оралмады. 1981 жылдан бастап 28 жыл бойы ол хабар-ошарсыз кетті деп саналды. Оның шайқас кезінде тұтқынға түсіп, маджахидтердің жағына өтуден бас тартып, шейіт болғаны тек 2009 жылы ғана белгілі болды. 1988 жылы 14 сәуірде Біріккен ұлттар ұйымының араласуымен соғысты тоқтатуға мүмкіндік беретін құжаттар пакетіне қол қойылды. Кеңес одағы 88 жылдың мамырынан бастап Ауғанстаннан әскерлерді шығаруды өз міндетіне алды. 1989 жылы 15 ақпанда кеңес әскерлерінің соңғы легі ауған шекарасын кесіп өтті. 10 жылға жуық уақытқа созылған соғыс аяқталды. Бұл соғыстың азабын 600 мыңға жуық кеңес әскери қызметшілері, оның ішінде 22.269 қазақстандық көрді. Қатардағы Бисұлтанов Еркіннің естеліктерінен. Бұл өмір мен батылдықтың нағыз мектебі болды. Біз ант қабылдағандықтан қойылған міндеттері шештік. Ал бұл әркім үшін қасиетті іс. Мен Ауғанстанға кіргеніме ешқашан өкінбедім. Сол жылдардан сөзбен емес, ісімен сыналған нағыз достар қалды. 1988 жылы қала жастарының бастамасымен қаланың нөмірі 8 жаңа шағын ауданына интернационалист жауынгерлердің есімі берілді. 2015 жылы Теміртауда интернационалист жауынгерлерге арналған мемориалдық ескерткіш орнатылды. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько